Олай болса, сабақ бастамас бұрын қазір топқа бөлініп алайық. Ал менің әкемнің туған күні, ал кімнің туған күні қай кезеңде, әкесінің туған күні қай күнге келеді, сол күнменен бөлінеміз. 1 мен 15 сан аралығында болатын болса, бірінші топқа жиналамыз. Ал 16 мен 31 аралығында болса, әкелердің туған күні екінші топқа жиналамыз. Енді бері қараймыз маған. Біз бүгін сабақта өзім бағалаймыз, өзімізді өзіміз бағалаймыз. Яғни әділ, өз жетістіктерімізді сабақ барысында белгілеп отырамыз. Мына жерде мен сендерге қазір таратамын. Осы дискриптіге қарап отырып, әр оқушы өзіне, мына жерде оқушы балл деп тұр, сол жерге өздеріне келген жаңағы тапсырма бойынша балл қойып отырасыңдар. Жақсы. Олай болса балалар, сонымен қатар біз топ болып жұмыс жасайтын болғандықтан бір-бірімізді жаңағы топтық әрбір жасаған жұмыстарыңды шынжыр әдісімен бағалап отырамыз. Яғни мен сендерге мынандай қима қағаздар беріп отырамын. Сендер осыларды байланыстыра отырып бір шынжыр жасайсыңдар. Кімнің қай топтың шынжыры ұзын болады, сол топ жетістікке жетеді. Түсіндік қой, олай болса, үйге қандай тапсырма берілді? Мәлімет жазып берілді. Яғни тақырыпта ой толғау жазып келеміз деді, ал енді осы ой толғауды жазған кезде біз балалар мына бір дескрипторға мән береміз, яғни ол ой толғауды жазамыз. Оның ішінде адамның сырт келбетін сипаттап келіңдер дедім, және ішінде не болу қажет? Сан есім болу қажет. Отыра ғой. Ал кім айтады жұмысын? Ал Нұрбанудан бастайық, тыңдайық. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Ол қазақтың батыр тұлғасы. Қарапайым, мейірімді, ақкөңіл, шыншыл, сабырлы. Батыр 1940 жылы соғысқа қатысқан. Оның тәртіпке бағынған қу болмайды деген сөзі әрбір адамның жүрегінде. Жақсы. Сан есімдерін оқи қойшы осы жазған жұмысына. 1910 жылы 24 желтоқсан 1941. Жақсы. Сырт келбетін сипаттаған қай сөздер бар сенде мәтінде? Бауыржан Момышұлы. Қарапайым, мейірімді, ақкөңіл, шыншыл, сабырлы. Қарапайым. Барлық талаптарды орындап отыр ма? Жақсы. Ал қалай жазды? Үлбеке айта қойшы. Нұрбанудың жұмысын. Керемет жазды. Ол жұмысында сан есімдерді толықтай қолданып ой толғау жазды. Жақсы. Сырт келбетін сипаттады. Сан есімді қолданды, тамаша, жарайсың. Ал кім оқиды тағы? Ал кім? Аслай? Нұрсұлтан оқиды. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Бауыржан Момышұлы батыл, ержүрек, өз айтқанына қайтатын болған. Онымен қоса атақты қолбасшы Бауыржан Момышұлы 7 жылдық мектепті үздік бітіріп 35 жасында ұлы отан соғысына қатысқан. Оның келбеті орта бойлы, келбетті, мөлдір көзді, табанды, сабырлы. Біз осы тұлғамен, яғни Бауыржан Момышұлымен мақтана аламыз. Жақсы. Сан есімдерін кәні атаншы? Сан есімдеріміз 31 7 1910. Жақсы. Ал кім? Үнжу айта қойшы. Нұрсұлтанның жазған жұмысына. Пікіріңді айта қойшы. Қалай жазылды? Нұрсұлтан өте жақсы жазған. Не қолданыпты ішінде? Сан есім бар ма екен? Сырт келбетін сипаттайтын сөздер атап шықшы. Сабырлы, табанды, орта бойлы, мөлдір көзді, сабырлы, келбетті. Жақсы. Дескриптордағы талаптарды орындап тұр ма барлығын? Барлығын орындап тұр. Жарайсың, жақсы. Ал кімдікі? Ал тұра қойыңдар. Нұрхан, өз әкеңді сипаттап берші бізге. Менің әкем өте жақсы адам. Есімі кім? Есімі Нұрлан. Ол өте нешеде ол кісі? ол кісі 38
секілді. Жақсы. Мына суреттегі кімнің әкесі екен? Ал Анжу. Менің әкемнің аты Айгүл, оның жасы 37-те. Ол өте қамқор және жақсы әке. Жақсы, тамаша. Келесі мынау суреттегі кім дейді? Кімнің әкесі? Асылай. Менің әкемнің есімі Қанат. Оның жасы 44-те. Ол өте мейірімді және ақкөңіл, кішіпейіл және үнемі қамқор болып жүреді. Жақсы, тамаша. Мынау кісі. Ал Бекар сипаттап берші. Менің әкемнің аты Бектұрған. Оның жасы 44-те. Ол әрқашан көмектесіп, әрқашан мейірімді болып жүреді. Тамаша. Ал ары қарай кеттік. Мына кісі кімсіз? Әкесі. Ал Нұрғалым. Менің әкемнің аты Рұстам. Оның жасы 45-те. Менің әкем өте ақкөңіл, мейірімді және қамқор. Тамаша. Мына кісі. Нұрсұлтан. Менің әкем өте жақсы адам. Әкемнің жасы 42-де. Әкем кішіпейіл, үнемі қамқор болып жүреді. Және әр адамға мейірімді келбетпен қарайды. Тамаша. Ал мына кісі кім екен? Ал Нұриса. Менің әкемнің аты Ержан. Ол 1986 жылы дүниеге келген. Қазір ол 39-ға осы жылы 39-ға келеді. Менің әкем өте жақсы, мейірімді, кішіпейіл адам. Жақсы, мына суреттегіші. Аделия. Әкемнің есімі Ақжол. Әкем 31 жаста. Менің әкем өте қамқор адам. Жақсы, тамаша. Жарайсыздар бала. Олай болса, ал енді осы әкелерінің суреті біздің сабаққа бүгін қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Біздің сабақтың тақырыбы қандай тақырып болуы мүмкін? Олай болса, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Тақырып әке балаға сыншы. Әке, бүгінгі тақырыбымыз әке балаға сыншы деп аталады. Бәріміз мәтінге қараймыз, кітапта оқулыққа қараймыз. Оқулықта 102-ші бет мәтінге қараңдар. Тақырыбы қандай? Әке балаға сыншы. Жалпы мына алдарында тұрған мақал мәтіндерін бір оқып жүргендер жылы. Сания оқып жүргенше қандай не жазылыпты? Әкесі радиосы. Аделя. Әкенің қашан балалы болғанын. Ұлбике. Әке асфальт. Жақсы, сендер. Бекар оқып жүргенше. Әке ақыл, Алина. Оқ жонар. Нұрислам. Жақсы. Жалпы біздің отбасымыздың тірегі кім? Әке. Бұл әке деген қамқор, ақылшы, кеңпейіл адам болып табылады екен. Бар жақсылығын баласынан аямайтын адам екен. Ал сыншы деген кім? Қалай ойлайсыздар? Сыншы деген сөздің мағынасын. Кім болуы мүмкін? Ол беке? Сыншы дегеніміз біздің әкеміз. Ол біздің әрқашан кемшілігімізді айтып, бізге жаны ашып отырады. Жақсы. Тағы қандай ой айта аласыздар? Сыншы деген. Сын деген. Сын деген не ол? Біреуге пікір айту, айта ғой. Сын дегеніміз бір адамға сынын айтып, оның дұрысталуына себепкер болу. Жақсы. Яғни сыншы деген балалар, мына адамның сөзінен, сырт келбетінен, оның қандай адам екендігін бағдарлап, бағамдап отыратын адам екен. Мына аттың да, жылқының да оның жүйрік ат екендігін, бәйгеге шабатын тұлпар екендігін сырт келбетінен байқайтын адамды сыншы деп айтады екенбіз. Ал олай болса, мәтінді бастап оқиық. Нұрислам бастап. Сыншы тақырыбы атақты актер режиссер Асанәлі Әшімовтың ұлы актер Сағай Әшімовтың газетке берген сұхбатына үзінді оқылды. Негізгі ойды анықталды. Жан дүниеге әкеме айналмай қалған. Әкем өте қатал режиссер. Ол республикада алғашқы болып көп сериалы Шоқан Уәлиханов фильмін түсірді. Тәжірибемнің аздығына қарамастан мен сол фильмде басты рөлде ойнадым. Жақсы, Нұрсұлтан. Мен ол кезекті эпизодтан кейін мен тәуекелге барып осындай қиын қойылымға сені басты көруге таңдадым. Бекер болған екен, сенен ештеңе шықпайды деп қатты ашуланды да сүйіншілерді ертіп кетіп қалды. Өнжу ары қарай. Мен киіз үйде жалғыз қалдым. Жанымды
түсіру үшін бірнеше мәрте тауға жүгіртіп шығардым. Сол жолы менің әбден шаршаңқы үрейлі жүзімді көрген бір кісінің «Әсеке, мынау шын емес сіздің балаңыз ба?» деп таңғалып. Жақсы. Балалар Асан Али Әшімовті танимыз ба? Ол кісі кім? Кино режиссері және режиссері. Өзі де киноларға танымал киноларға түскен. Актер болған кісі екен, иә? Осы кісінің Сағи деген баласы да әкесінің жолын қуып актер болған екен, иә? Ал кімнің қандай рөлге алыпты ол баласын? Иә, Шоқан Уәлиханов деген кім? Қазақтың бас ғалымы, иә, ғалым. Сол кісінің жаңағы ауыр баласы енді білесіңдер, иә, Шоқан Уәлиханов өмірінің соңына жаңағы құрт ауруымен ауырып, жаңағы ерте өмірден өткен, иә. Сол кезеңді түсіру үшін баласын рөлге алған екен. Бірақ әкесі неге ұрсады? Мен сені бекер алыппын, сен тыңдақпайсың. Иә, содан Сағи не істейді күнімен? жылап намыстан Өртеніп кетеді. Таңертең оны не істейді әкесі? Сен жылапсың ғой, қарның ашыпты ғой, дей ма, не дейді әкесі? Бұл беке? Әкесі оны ауыр халін көріп, таудан қайта жүгіртіп киноға алады. Түсірілім алаңын дайындаңдар, ауру Шоқанды түсіреміз деп, жаңағы түнімен жылаған, қарны ашқан, әлсіреген баласына жаны ашып қоя қой демейді, иә? Сөйтіп жаңағы не істейді? Тауға жүгіртеді. Әбден шаршатқан халін көрсету үшін тауға бірнеше мәрте жүгіртеді. Сөйтіп қалжыратып киноны түсіреді. Бірақ соны көрген адамдар, «Асеке, мынау шынымен сіздің балаңыз ба?» деп таң қалған екен. Ал балалар, осы жерде әке не істеп жатыр баласын? Ал тәрбиелеп жатыр. Қалай тәрбиелеп жатыр екен Нұрислам? Қатал болып тәрбиелеп жатыр. Әкенің қатулы, қабағы деген нәрсе бар, иә, қазақ халқында. Әке деген кезде сол арқылы көп тәрбие алады. Жақсы тәрбие алып жатыр екен. Тағы қандай ой қосыңыздар? Ал Айсұлтан, не дейсің сен? Әкесі баласының болашағын ойлап, оны тәртіпке салды. Шабыттандырып, иә, талап қойып жатыр, иә, қайратты болып өссін, өмірде өз орнын тапсын деген мақсатпен оған қатулы, иә, талап қойып жатыр екен. Жақсы, олай болса балалар, қазір бізде бірінші тапсырма, топ болып жұмыс жасаймыз қазір. Мәтінді оқыдық. Енді сіздер бірінші топ. Негізгі ақпаратты, мына жердегі ақпараттар өте көп. Соның ішінен іріктеп, тек қана негізгі ақпаратты жақсырып шығасыздар. Ал сіздер қосымша ақпаратты, мына ақпараттың ішінен, мына жерден тауып, қосымша ақпаратты. Сендер әкеге қарап ұлы сүйер деген нәрсені алыңдар, иә? Жақсы, ал қосымша ақпарат Әкесінің ұлы басты рөлге алуы. Әкесі өте қатал режиссер. Баласын аямай тауға бірнеше мәрте жүгіртуі. Әке қаталдығы арқылы ұлының жетістікке жетуі. Кім келіп алады әкеден қатты оқиды? Ал Ахмет келіп алады. Баламның өмірінде мыңнан бақытты. Балам дейді, өміріңде мыңнан бақыт тап дейді саған. Тілек айтып жүріпті әкең. Ал осының ішіндегі сан есім қане? Мыңнан. Жақсы, ана жерге тақтаға қарай жаза қойшы, мыңнан деп. Енді бала бізде сан есім дегеніміз не? Есіңізге түскенші? Ал кім айтады сан есім? Сан есім дегеніміз заттың саны реттігін білдіретін сөз табы. Али көп сұрағымайыншы сан есім. Жақсы, мағыналық түріне қарай қаншаға бөлінеді олар? Алдыңызда. Қандай? Есептік сан есім, реттік сан есім, болжамдық сан есім, топтық сан есім, жинақтық сан есім, бөлшектік сан есім. Жақсы, енді балалар біз бүгін мағыналық түріне қарай сан есімнің топтау сан есімін өтеміз, иә? Топтау сан есім дегеніміз сан
есімді жекелеп емес, топтап көрсететін сан есім түрі екен. Оған, яғни қаншада, нешеден деген сұрақтар жауап береді екен, сұрақтарға жауап береді екен. Яғни дара сан есімге шығыс секторының нанмен, данмен, танмен деген жалғаулары жалғану арқылы жасалады екен. 20-дан, 30-дан, 40-дан деген сияқты. Ал күрделі сан есімге, яғни қосарлану арқылы жасалады, және тіркесу арқылы жасалады екен. Бұған да шығыс септігінің нанмен, данмен, танмен жалғану арқылы жасалады. Қосарлану арқылы 5-5-ден, 10-10-нан, 100-100-ден, ал тіркесу арқылы 10-6-дан, 25-ден деген сияқты шығыс септігінің жалғану арқылы топтау сан есімі жасалады екен. Түсіндік пе? Сұрақтар бар ма? Олай болатын болса, балар, келесі тапсырмаға көшейік. Бізде келесі тапсырма. Сан есімді қатыстырып, қазір жеке жұмыс, менің әкем деген тақырыпта жинақы мәтін жазамыз. Жинақы деген қысқа мәтін, ал жылдам бір алғы сөйлемден тұратын менің әкем деген тақырыпта жазайық. Оқу мәтіні бойынша незақты сақтай отырып жинақы мәтін жазамыз, және ішінде сан есімді қолданамыз, ал осы ережені дұрыстап қарап ескереміз. Ал енді балалар, кімнің орындығының артында белгісі бар, сол балалар оқиды. Ал әкемнің аты Есенғали. Әкемнің жасы 50-де. Менің әкем өте қамқор, мейірімді. Менің әкем әр адамға көмектесе береді. Бізден ештеңе аямайды. Мысалы, ақша, заттарын, тағы да басқа. Менің әкем маған осылайша арнайды. Сан есім 50. Жақсы, тамаша. Алда аяқтаймыз сан есімдерді қойып. Ал кім оқиды? Кім оқиды? Орнынан тұрып, ал Нұриса. Жақсы әке балаға Жақсы әке балаға неше жылдық ризық екен? 40 жылдық ризық. Ал 40 дегенді баса қой, дұрыс екен, көрейік. Дұрыс екен, тамаша. Не қызық болды, не қиын келді, не қажет болды. Ауызша айта салайықшы. Асылай айта қойшы. Бүгінгі сабақта не қызық болды саған? Жақсы. Ал Ұлбеке, саған не қызық болды бүгінгі сабақта? Мақал мәтелдер қызық болды. Жақсы. Ал Інжу, саған не қиындық келтірді бүгінгі сабақта? Маған ешқандай қиындық болмады, Нұрсұлтан, саған не қиындық келтірді бүгінгі сабақта? Ешқандай қиындық болмады ма? Сен тоқтау сан есім әлі де ішінде толықтыру керек сияқты, дұрыс түсінуге қалған сияқтысың сен. Ары қарай, не қажет болды Мадина саған бүгінгі сабақта? Болмады ма? Ешқандай досың көмегін қажет жоқ, болмады ма? Жақсы, жарайсыздар. Ал енді алдыңыздағы бал қойдың отырып па, әрқайсыңыз өзіңізге Асылай қанша қойдың өзіңе? 10 балдық жүйемен қанша қойдың? 8 бал қойыпты өзіне. Нұриса қанша қойдың? Нұриса қанша қойдың? Қолың айтылсыншы, бәрін қос. Қанша? Жоқ, бәрін қоссыншы. 10-нан 9 қойыпты. 10-нан 9 қойыпты. Ал сендерші? Нұрхан қанша қойды? 9 қойыпты өзіне. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса балалар, мен де айтайын. Нұрсұлтанға бүгін 10 бал, Асылайға 10 бал. Топта біз кім жеңіске жетпеген? Кәнеке шынжыр әдісін алып бере қой. Кімдікі ұзын екен?
қайсысы жетісіне жетті. Ал орныңыздан тұрамыз. Үй тапсырмасы түсінікті. Сау болыңыздар.